Ассалаумағалейкум. Мен мынау Иран халқына көңіл айтайын деп ем, қайғыларына ортақ екенбіз қазақ халқына. Мынау Аятолла Али Хамини қайтыс болғанда мынау адам етін жегіштер, кішкентай балалардың етін жегіштер педофилдер Америкадан бастап Израиль Даджалдың құлдары, мүмкін Трамптың өзін Даджалдың өзі де шығар. Сөйтіп бәрі 15 мемлекет мынау сатқын нағыз араб мемлекеттермен бастап басқа мемлекеттен Иранға жабылып, мұсылмандардың арыстанына өлтіріп, переговоры болып отқанда артынан пышақ ұрып, сөйтіп олар ойлады, Али Хаминиді Аятолланы өлтірсек, Иран біздің қолымызда болады деп, сөйтіп сондай армандап жүреді. Иракта қалай не қылды, Иракта бүйтіп алдынан гүлмен шығып, Ливияда қандай болды, бірақ ондай болған жоқ. Иран халықтың махаббаты Аятолла Хаминиге қандай үлкен. Мынаяқтан бомбалар түсіп жатса да, не түсіп жатса да, жылап тұрып, немнесін беру керек деп. Арабтарды да ұрып жатыр. 15 мемлекеттермен қырылысып жатыр, арыстан сияқты. Нағыз Алла мұсылмандарға жіберген арыстан Иран мемлекеті Аятолла Али Хамини. Арты қайырлы иманды болсын, жатқан жері жайлы болсын, жүргендерде жанатта болсын. Енді ол кісі шахид қой. Немерелерді қандай кетті. Соны енді мен айтатыным мынау Қазақстанды олар өкінішке орай мынау иблистің құлдары мынау олар әшейін бір оқсыз жаулап алған. Сол үшін мен Иран мемлекетін, Иран халқына айтайын деген мынау ішіндегісі көбісі Али Хаминиді диктатор өтіріктен бүйтті сөйтті. Олар айтқан барлығы боттар диктатордың айтқанын істеп сөйтіп істеп жатыр. Надан көбісі. Бір 100 теңге, 200 теңге айына төлесе, соған 200 мың теңге айына сондай жасап жатыр енді. Олар енді кім қандай екен көрсетті. Мына жерде ешкім не қылған жоқ. Арабтардың түрі мынау, біздің түрі мынау, мемлекеттен ешқандай мына қанша күн мен күтіп отырмын, официально бір нәрсе не қылама, көңіл айтамын деп айтпай қойды. Олар күш жақта ойлады немне деп, сол үшін мен кешірім сұрайын, бір жағынан көңіл айтайын деп ем, мынау арыстан мұсылмандардың Аятолла Хамини қайтыс болғанына мынау артынан пышақ ұру не қылып отырған, қазір жазасын алып жатыр олар. Мен сенімдімін Иран жеңетін. Олардың рухы күшті, Алла тағала қолдайды. Бір жағынан бұл қазір енді баяғыда ақыр заманның немнесі ғой, жақындап не қылып қалған. Енді ішімізден шыққан Иранның батырлығына халықтың, мынау күштілігіне, қайтпайтын немнесіне сияқты мен ризамын да, соны көңіл не қылып отырмын, ортақ болып отырмын солар не. Мен өзім қатты не қылып жүрмін ол кісінің өлтіргеніне. Если мынандай біздің заңдарымыз рұқсат болса, не болса, мен бірінші кететін ем Иранды жақтасуға. Заң рұқсат болса, өзімізді қаражатымызға бір нәрсені ақша алып не болса, нақ десеңіз, ол бүкіл әлемге, бүкіл мұсылмандарға бұл қарсы соғыс. Шетімізден бүйтіп құртып жатыр. Көріп жатсыз, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Арабия, әшейін жеңіл жүрген қыздар сияқты мынау сатанистердің алдында билеп жүрген, басқаларды айтпай қояқ, олардың құлдан. Сол үшін мен не қылайын деген айып етпеңіздер. Мынау қазақ халқы, нағыз білетін халық сіздермен қайғырып жатыр. Бұндай мұсылмандарға Алла тағала осындай сил беріп, Аятолла Хамини сияқты, Иран сияқты халық өзімен өзі тұрып, ешқандай арестермен санкцияның астында жүріп, қандай қару не қылып, енді мұнан бәрі Американы өзі таңғалып. Мен ойлаймын, мынау жазасын алады, мынау Нетаньяху да жазасын алады, мынау ет жегіш, кішкентай балаларын жегіштер, қан ішерлер, Трамп та өзін Американың өздерінде жазасын алады. Ол мен импичмент емес, соттайтын сияқты олардың бәрі
международный сот менен. Тағы да мен айтайын дегем, көңіл айтып жатырмын, жаңағы ортақ болып Иран халықтың жаңағы қайғысына. Мына жерде көріңіздер қалай не қылып жатыр, қандай соғыс бомбалар түсіп жатса да жаңағы халыққа қыз балалар, әйелдер жаңағы немене берсін деп жаңағы жазасын беріңдер Израильге деп не қылып жатыр. За 11 дней до смерти он сказал то, что сегодня звучит как завещание. Мое тело мало значит, моя жизнь не имеет значения. Даже если меня убьют, не считайте это нашей потерей. Он говорил спокойно, без страха, и добавил: Иран не важен, моя жизнь не важна, важен ислам. Все должны знать, Исламская Республика Иран, созданная ценой жертв сотен тысяч достойных и благородных людей, не отступит перед теми, кто несет разрушение и хаос. Президент США, который высокомерно судит весь мир, должен знать, что тираны и надменные правители мира, такие как фараон, Нимрод, Мохаммад Реза и другие подобные им правители, потерпели крах именно тогда, когда находились на пике своей гордыни. Его тоже постигнет падение. السلام عليك أقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتغلط بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله.